Жалпы ер адамды құрметтеу, сыйлау деген кезде миларыңызға не келеді өзі? Түсінбедім мен. Көз алдарыңызға бір наркоман болса да ұрылып соғылып қағылу, жаңағы үнемі соны баға беру, жаңағы болмасам алғаш бай сізді ұрып соғып жатса да жаншылып жата беру деп ойлайсыздар ма? Мен мүлдем ондай нәрсе айтып отқан жоқпын ғой. Мен үйіне қарап отырған жап жақсы ер азаматтар туралы айтып жатырмын. Ол ер азаматтарға жалпы құрмет көрсету деген не ол? Алдын ала сыйлау, құрметтеу, ер адамды биік ұстау деген нәрсе. Әкелерің келе жатыр деп тамақ шайын дайындап алдын ала жүгіріп шығу, бала шағаны сол нәрсеге тәрбиелеу, сосын кейін барып шешімнің бәрін ер азаматқа тапсыру, не істеп не қояйын деп жатқаныңды алдын ала айту, үйден соған айтып ескертіп барып шығу, сол жөнінде айтып жатырмын ғой. Неге ондай бір нәрсеге лағып кетесіздер? Домбырам не дейді, мен не деймін болып. Ібліс айтқан екен кезінде: я Раббым, сен адам алейхиссаламды жаратпағанда мен саған құлшылық ете беруімді жалғастыра беретін едім деп. Ол адам мал таппаса, ол адам жаңағы сіздің сөзіңіз сөйлемесе, отчет бермесе, жаңағы мен де сөйтіп істей беруіме болады екен деп отчет бермеу емес қой, өзіңіздің әйелдік роліңізді білу. Әйелдік роліңізді білсеңіз, бәрі жақсы болады. Тәкаппарлана бермеу. Мен сол жөнінде айтып жатырмын. Бірдеңені айтып кетесіздер ше.